Сәлем достар, сіздермен осындай күшті жұмсақ болып шығатын пирогтың рецептісімен бөліскім келеді. Шығыны аз. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ұнап жатса жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер, кеңес беремін. Бізге 3 жұмыртқа керек болады. S1 категориялы. 150 грамм шекер қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. Әркімнің миксері әртүрлі. Кейбір миксерлердің жылдамдықтары жақсы болады, кейбір миксерлердің жылдамдықтары жай болады. Миксерлеріңізге қарап миксерлейсіздер. Әппақ масса болғанша 4-5 минут аралығында, я болмаса 5-7 минут аралықта миксерлейсіздер. Бізде әппақ масса болуы қажет. Көпіртеміз жақсылап. Бізде осындай әппақ масса болды. Мен Foodmaster'дің кефирін алдым, 2/5. 3/2 алсаңыздар қою болады. Менікі сұйық болып кетті. 100 граммдай қосасыздар. Бөлме температурасындағы тұрған 60 грамм сары майымыз саламыз. Тағы да бір миксерлеп аласыздар. Өйткені біздің массамыз бірігуі қажет. Миксерлемесеңіздер, майларымыз іртік-іртік болып қалады ішінде. Алдын ала ситадан өткізілген ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, осылай бұлғап аламыз. Міндетті түрде ұндарымызды ситадан өткізуі қажет. Осылай ұнды саламыз да, шай жылдамдықта бірінші бұлғап алыңыздар, сосын миксерлейсіздер, әйтпесе ұндарыңыздың бәрі шашайды. Менікі бірден бұлғап алғамағандікі ма шашырап кетті жан жаққа. Ұнымыз осылай көріп тұрғандарыңыздай бірінші венчикпен былай бұлғап алсаңыздар болады. Алдын ала 170-180 градуста қызып тұрған пешімізде 30-35 минут пісіреміз. Мен ішіне кез келген жеміс-жидек қоссаңыздар болады. Мен грецкий орехпен мейіз қостым, жуып, майдалап, турап. Көріп тұрғандарыңыздай пешімізге салдық. 30-35 минутта қарап тұрып пісіріп аласыздар. Біздің пирогымыз суытып қойған соң дайын болды. Кесіп жіберсеңіздер болады. Ас болсын, жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.